Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Алматы қаласында жер сілкінісі болған. Сол жер сілкінісінде қыздардың эмоциясын қалай қабылдағанын, қалай ойлағанын сұрағым кеп тұр. Бізбен бірге болыңыздар. Ұнаса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Ақсая, жер сілкінген кезде сен қорықтың ба? Не ойладың сен сол кезде? Динозавр жүгірген ба, или прыгать еткен ба? Жердің астында динозавр секіріп жатыр, жүгіріп жатыр деп ойладың ба? Содан жер сілкінді ма? Или топает. Содан жер сілкінді ма? Қатты қорықтың ба? Я қатты қорықтым. Сен ол кезде не істеп жатыр едің? Папа маған помогать етті. Папаң қалай көмектесті саған? Айтты. Не бойся, я с тобой. Не бойся, я с тобой деді ма? Сосын сен қорыққан жоқсың ба? Енді қорықпайсың, я? Қорқам. Неден қорқасың? Дейтін күлі. Жер сілкінгенде? Сразу папа келеді. Сол жер сілкінген кезде сен не істейсің? Папа келеді. Папаңа тығыласың ба? Сен не істедің жер сілкінген кезде, Лия? Сен не істедің жер сілкінген кезде? Вообще-то біз Ақсая екеуміз телефон көргенбіз сол кезде. Иә. Ақкербез, сен жер сілкінген кезде не ойладың? Мен ойладым, жұлдыз түсті деп. Жерге жұлдыз түсті, содан жер сілкінді деп ойладың ба? Содан жер сілкініп жатыр деп ойладың ба? Қорықтың ба сен? Иә. Енді біз Ақкербез екеуміз. Ақкербез давай айтамыз екеуміз. Не айтасыңдар? Біз қатты жәшкі көреміз маманы. Сөйлейді папаны. Еще бабушку любим. Еще Лену. Бәріміз любим. Может, не бабушка, а жена? А жена? Біз бәрін любим, я Ақкербез? И еще-то біз будем всегда вам помогать. Вы всегда знаете. Ақкербезге бер, Ақсаяға бер. Қойдым жаққа. И еще біз будем рады, садикте будем слушать апайды. Біздің қыздар соңғы жағында ойнап кетті. Негізгі ойын тыңдадыңыздар. Сіздердің балаларыңыз қалай қабылдады? Не деп ойлады? Сол жайлы комментарийге жазып өтіңіз. Сау болыңыздар.